Сол баяғыдан айтып келе жатқан Табынғалиев атындағы турнирге қатыса бастадық. Дайындық деген онша болмай шықты. Өзіміз де сездік. Бірақ ұттық. Матч артынан матч, кезеңнен кезеңге, біреуі жеңіл, біреуі ауыр. Бірақ ең бастысы результат. Ал менің енді басқа амал болмады. Трибунада отырып жанкүйер болдым. Әйтеуір жігіттер айырды. Біз финалдамыз. Ана стадионның таблосы ғой дәу болып жазылу керек қой. Ақша, пішен, төлейм. Қанша? Не, ана средний, орташасы қалай болады өзі? Қанша? Не, кішкентай іші, кішкентай. Нормально екен, нормально. Соны жасай берсін. Төлейм. Сен кейін терек тауына дейін доставка бар ғой. Төлеп тысайым өзім, қорықпа, қанша болса да төлейм. Қанша? Шын жүрез, пейші жасай берші оданша. Өзім барып алып кетем, давай. Алло, ассаламағалейкум, Ильяс. Уағалейкум ассалам. Ақша жоқ деп, финалға шығып жүрсіңдер ғой. Трубкаңды алмайсың. Қалай жады өзің, денсаулығың қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы. Не жаңалық, не істеп жатсың? Жоғалып кеттің ғой? Ана стадионның шаруасымен ғой, сол шапқылап жүрген ары бері. Сол стадионның шаруасы демекші. Стадион не болды? Мен ана жақтың бәрімен келісіп қойдым. Хабарласып, құжаттарын бәрін дайындап. Ал сен жүрсің мына жақта, турнир деп. Давай, кездесейік. Телефондағы әңгіме емес. Не по телефону болғанда, Ильяс, сол стадионда сатпай қойсақ қалай болады? Басқа да жетеді ғой, жер деген сататын. Басқа жер дейсің ба? Стадионды сатуды мен ұсынып па едім саған? Жоқ. Ереке, үстіне тойхана, астына эсто саламыз деп өзің ғой айтқан. Сен қандай адамсың? Екеуміз келісіп қойдық қой. Жоқ, келіскенде кім? Ильяс, тыңдашы мен. Ол стадион деген бар ғой, бір ауылдың берекесіне айналды ғой. Ауылда бір қызық пайда болды, шын айтам. Жастар футбол ойнайды. Халық болып, оны келіп көреді, қызықтайды, уақытын өткізеді. Ана арақ ішу деген бәрі қалды. Оның үстінен біраз адамдарға жұмыс болып жатыр енді. Халыққа да бірдеңе керек қой енді. Көке, сен халықты қашаннан бері ойлайтын болғансың? Енді халықты да бір сәт ойлап қойған дұрыс қой. Ол менің жұмысым емес, сенің жұмысың ғой негізі. Бірақ енді өзімізді ойлай бермей, халықты да бір сәт ойлау керек шығар деп ойлаймын да. Тыңда, халықты ойлағыш. Сен өзгеріп кеттің. Бәленің бәрін бастарыңды бастап алып, енді задний беріп тұрсың. Сен ойлан. Егерде қалайшы? Айтқан сөзіңде тұрмайтын болсаң, мен бұл теманы басқа біреуге бере саламын. Все, артық сөздің керегі жоқ. Давай.
братан, мен сізге мастер-класс көрсетіп жіберейін ғой. Қане көрсетші. Мына бүйтесің. Кез мен ары істеу керек. Жақсы. Братан, что-то болды ма? Қараңызшы, мұны жазылып кетті уже. Жазып жібере салыңызшы мен. Әрине, кабинетте қағазды өттеймін ғой. А стадион ол бөлек. Білем мен ол жерде не болатын? Ол жерде травма болады. Одан кейін маған жаласыңдар неге ойнауға рұқсат берді деп. Одан кейін ата-аналарың келеді артынан. Жалып бүкіл телевидениені шақырып. Участковый келеді, участковыймен төбелесем. Одан кейін түнімен шу керек таң атқанша. Керек па маған сол? Керек емес әрине. Жоға. Шаршадым. Мына жерде витаминдердің тізімі аптекада. Не істеймін бұны? Саған емес, маған керек. Барып келші, аптекадан алып кел. Ерініп тұрмын деп обход менде. Ерболат жақсы жігіт. Бірақ ол кәсіпкер емес. Бизнесте эмоцияға берілмеу керек. Ал сіз нағыз бизнесменсіз. Сіз нағыз тұлғасыз. Мен оны сіздің тұла бойыңызда байқап тұрмын. Ильяс Бақтыбаевич, сіз маған хабарласқаныңыз өте дұрыс болды. Маған сол стадионның жері керек. Былай қыламыз. Ерболаттың бірде-бір құжаты дұрыс емес. Мен оны дәл солай жасап бағым. Страховка тағы да басқасы. Сіз мен айтқан құжаттарды дайындасаңыз, қалған мәселені мен шешем. Молодец. Тозаңдар! Не болды сендерге? Ұят емес пе? А? Келе сал. Сен екеуің бауыр. Бара беріңдерші. Не болды сендерге? Не бөлісе алмай жатсыңдар? Ұят емес пе мыналарың? Екеуің де әрбір команданың бет тұстар, капитандарысыңдар. Елдің бәрі сендерден үлгі алады бұл жерде. Ал сендер болсыңдар, келе салып ырылдасып тұрсыңдар. Не бөлісе алмай жатсыңдар? Ұят емес пе? Сендер спортсменсіңдер. Спортсмендерді мәдениет деген болады. Бауырым, сен бара бер. Қуат, сен қуасың ба? Бұлар сенің үйіңе, біздің үйімізге кеп тұрған қонақтар емес пе? Бүгін финал. Өте маңызды ойын, сондықтан мені жақсылап тұрып тыңдап алыңдар. Әсіресе Қуат, сен тыңда. Ана ойын басталған кезде... Құрметті тренер мырза. Рұқсат па? Рұқсат, Ереке, айта беріңіз. Ал жігіттер, бүгін финал. Өте маңызды ойын. Жаңа соны айттым мен. Бүгінгі финалдағы ойынға бізге облыстағы ең танымал адам келеді. Кім? Облыс әкімі келеді. Себебі Марат Табынғалиев атындағы біріншілікке оның баласы келеді. Яғни Марат Табынғалиевтің баласы облыс әкімі екен. Күшті болайын деп тұр ғой. Ал жігіттер, амансыңдар ма? Қалайсыңдар? Мынау енді бүгінгі финалдарыңызда басқа жерде өткізесіздер ау. Себебі мына стадионда ойнап жатқандарың заңсыз. Оған дәлел міне қаулы тұр, барлығы заңды түрде. Сендердің ешқандай құқықтарың жоқ бұл стадионда ойнауға. Ілияс, мүмкін бұл мәселені басқа жақта шешерміз, Ерболат, шешеден кетпесін. Шешерміз дейміз. Құрметті спорт сүйер қауым, сіздерге айтып жатыр. Қаулы бар, бәрі заңды, шешілген. Босатыңыздар менің стадионымды. Чомка, бұл Марат Табынғалиев атындағы біріншілік. Өте маңызды ойын. Осы ойынды өткізейік, содан кейін сөйлесейік. Ереке, өздерің ойлап тауып бірдеңені бірінші жасайтындарыңа таңғаламын мен. Ол кім ол?
Марат Табынғалиевич деген кім? Көрші интернеттен білейік кім екен. Бір какой-то ешкім танымайтын біреуді атын жамылып аласыңдар да бір жарысын бастырып ойнап кете бересіңдер. Сен түсіріп атсың ба? Түсір міне. Міне қаулыны түсір. Заңсыз екен. Жоқ, қазір қоя тұршы. Марат Табынғалиевичтерің айтып барыңдар. Ілияс Бақтыбаевич деймін. Не болды? Марат Табынғалиев. Ош. Ертерек айтпайсың ба? Қандай тамаша не қыласыңдар? Жігіттер, түсіріп атсың ба? Бүгінгі ойын расында да маңызды ойын екен. Маңызды ойын екен ғой. Маңызды ойынды жақсылап өткізіңдер. Жігіттер, алға қарай баса беріңдер. Сендерге сәттілік, басқа не айтам? Ал ерге саған айтарым, бүгінгі ойын шынымен де соңғы ойындар. Жүріңші мен сізге бәрі түсіндірем. Жүріңші. Ерек, не болып кетті? Не болса о болсын әдеш. Мына стадионды бізден тартып алса тартып алсын. Бірақ ең бастысы біздің спортқа деген махаббатымызды ешкім тартып ала алмайды. Жақсылап ойнайық. Өздеріңнің махаббаттарыңмен өздерің үшін ойнаңдаршы. Өздерің болмаса да мына әдештің еңбек үшін ойнаңдаршы. Бүгін финал стадион толы көрермендер, екі жақтың командасы да керемет бабында тұр. Алдындағы ойында 4-4, оның алдында бір сәл әсірегеміз бүгін финалда. Мен жігіттерге сенемін, жақсы бір сенімдер ақтайды деген үміттемін. Жігіттер, сәттілік сендерге. Бүгінгі жеңген командаға 10 миллион теңге. 10 миллион деген негізі аз ақша емес, біраз мәселе шешетін ақша. Жігіттер жақсылап ойнасаңдар бөліп аласыңдар. Арасында мағандай беріп қойдыр. Ал студиялар сәттіліктеп бір-бірлерін қолдарын алып. Да, брат, реш болмасын. Бұл жерде әділдік жүреді. Міне сәттілік жігіттер. Бастарда кететін вайттана келді. Оп, бәрекелді. Ұшырып әкетеміз тағып алып белді. Оп, бәрекелді. Стиль таза кісі оп, қимылдатып белді. Оп, бәрекелді. Әрі-бері шайқап белді. Мұсық балдар. Стиль таза Қызылорда. Мұнда мұсық балдар. Стиль таза Қызылорда. Басталды ойын. Міне қалалық жігіттер деген керемет ойынның басында өздерінің ауызбіршіліктерін көрсетіп жатыр. Осыны жігіттер, міне біздің жігіттерді осал емес. Айтпақшы, Сабыржан операция қылып аппендицит болып ауырдым деп, бірақ рас па өтірік пе бір құдай біледі. Араларымызда отыр. Ал жігіттер, қане, қара жігіттер ойыма соғыс кеттегі Сабыржанмен айналысып ештен кетпейді. Сабыржан, айғайлама. Біздің жігіттердің қарсыластары қуанып, әлді көрсетеді деген секілді. Бірақ неше жігіті әлі тек қана паспен ойлаңдар. Бір-бірлеріңе дәулес па, кім мынау әккен кім кетсін ғой. Ал енді әрмен қарай паспен, көкірекпен тосып алады. Біздің жігіттерге разница жоқ. Паспен, көкірекпен, аяқпен қысып алады. Міне қандай керемет, осылай керемет ауызбіршіліктер аңқып тұр. Береке бірлігі жарасқан елдің белін ешкім сындыра алмайды. Дәулет міне допты қағып алды, алдап барып бас тастады. Әли Кәкіштек өзінің басымен барады. Гол! Қандай керемет міне. 2-1. Біздің жігіттердің деңгей өскені көріп тұр ма? Құлдар осы бәйгіде шыңдалады сол секілді. Жігіттер міне, қуанып жатыр, сенімден мақтаңдар. Басты қасымады, мен мына сөтіп ішімді қарымды қасымды. Ал жігіттер, еш жинаңды, қаншама міне. Соғамыз, давайте, біз соғамыз, Ал дұрыс айтады. Тек қана бір-бірлеріңді кіші бағындап, біздің жігіттер жаман емес міне, бір-біріне бастаса Баротаның жақында бұд. Енді де болады. Гол! Міне. Ардақтағайындар, осы
ақталды деген сөз. Ал жігіттер қалай екен, біздің жігіттер қалай екен, бұл бастамасы. Ал міне тартысты ойын жалғасуда біздің қалалық жігіттер кішкене сескеніп жатыр. Сонда да бір түр беретін емес, қараңыздаршы, бір-бірін тастап. Мына тух деп мына қара жігіттерді нақ көрдің ғой тегі. Міне біздің қорғаушы жігіттер міне оқыла ғой көрдің. Дұрыс жігіттер, осылай істеу керек иә. Ойын алды да. Әдіш, орныңа отыр енді. Қазір сені көрсе сасқалақтап оқыла ғой. Не болады екен енді? Ал енді әуелеткен пас қазір қалай болады екен? Ол бары тақылық. Міне жігіттер кішкене дұрыстап ойнасаңдаршы. Ойнасаңдаршы. Мына қара көріп ғой қарсыластарым қандай ойнап жатыр. Ауызбіршілік де бар ғой. Ол деген финал ғой. Жігіттерді жинаңдар. Бұналар мәз-мейрам болып жатады. Қара жігіт мойны көтеріп өтті біреуді. Адуынды ойын сойқан тартыс алаңда жалғасын тауып жатыр діне. Біздің керек таудың жігіттері пас деген нәрсені ол жігіттер кішкене қарасында сөзі беріп қойды. Әуеде ұшқанды қайтадан атты барып өзінің қарсыластарыңа дейді. Қара жігіт көрдіңіз қандай айласы керек емес. 5 минут қайды ойынның бітуіне. Жігіттер кішкене уақытында санасың. Ойнап жүрсегі қара көріп қой. Қаншама халық сендерге сеніп отыр. Не деген сарып қойды? 10 миллион теңге 5 минут уақыт қалды. Бар айтты, кішкене естерін жинаңдар. Паспен ойнаңдар. Бәрекелді, айт жарайды. Судья, нормально соттасайшы бір. Қуасын деме, тіліңді тақпа. Штрафной 3 минут уақыт қалды. Қуат терін сүртті. Нағыз тұлпар терінен кейін өз-өзін көрсететін болады. Екішкене қуат есеп математика біледі. Қане. Жарайды жігіттер. Жарайсыңдар. Бәрекелді міне. Ойын жалғасуда 10 миллион теңге. Есеп өзі білетті жаңағыда. Лайка қысташ! Жіберме! Мен қарыңшы. Көріп тұрсың ғой. Болмайды саған, сен операциядан шыққасың. Не деген тартысты ойын, біздің жігіттер деген қаным ойын. Жігіттер шаршамаңдар деп мақтап жатырмын, мақтағыш ақтасаңдаршы. Гол! Оту жігіттер 3-4 голға тұрып қой, кішкене 3 минут қалды. Қайдағы гол? Ешқандай гол көрген жоқ мен. Судья! Офсайд! Офсайд деп айтып жатырмын, жалғызбен көріп отқан жоқна халық көріп отыр ғой. Шығарыңызшы, менде 3 минут қалды ғой. Дым өзгермейді бәрі. Болмайды деймін саған, сен операциядан шықтың емес пе? Ештеңе етпейді, өзім жауап беремін. Формың бар ма? Иә, мұның бар. Жүр. Стоп! Офсайд! Міне. Қара. Қайда ол офсайд? Әділдік қайда? Осы ма гол? Айттым ғой мен міне. Күліп едіңдер. Ол емес, көрдіңіздер ме? Маған күлушеді шалбасымен трансляция прямо үйге кіресің. Міне мен болмасам қазір гол болса, біздің команда үшін әсіреп қалады ғой. Ал, ондай қалай? Мынаны қараңыздар, Сабыржан шықты, мұны жарақатты аппендицитіне, тоқ шегіне қарамай. Бір күштеп өз графикасына кіріп алса, халық сендермен біргемін дегендей. 1 минут уақыт қалды, уғылауы жігіттер бекем Алдыда ешкім жоқ, алдыда. 10 миллион теңге. Ал біздің Сабыржан шабуылға шықты, дұрыс жасайсың, дұрыс-дұрысына тек қана бір-бірлеріңмен ондай болысы. Бәрекелді, қандай әуелеген топ қазір қандай. Сабыржан бірге бір қалды, қақпашымен қазір не болады екен? Соңғы минут 10 миллион теңге Сабыржан бірге
Сабыржан, есіңді жина. Сабыржан жарақатына қарамай жүгінуде. Топқа кім бірінші жетеді екен? Соңғы үміт. 1 минут уақыт. Сабыр. Сабыржан. Айттым мен саған. Ойнатпай ақ қояйық дедік қой. Өзі қоймай қойды ғой. Жаңағы гол салған жігіт осы ма? Иә? Нағыз еркек екен, нағыз профессионал. Біз ұттық па? Иә. Молодец, бауырым. Жақсы ойнадың. Мына кісі кім? Облыс әкімі. Не алып жат? Мынаны больницаға апарсаңызшы. Иә. Апарайық, жігіттер. Көтеріңдер. Машина? Бар, кет, жүндір, ай, балдар. Абайлаңдар. Қуат, сен қадағалат жақсы ма? Емханаға апарыңдар, анау жақсы дәрігерлер қарасын. Сонда жігіттер, мен түсінбеген. Сендердікі мынау кәдімгі футбол клубы ма? Манчестер, ПСЖ сияқты? Енді сондай клуб емес, бірақ клуб. Молодец. Әкімшіліктен қолда болып жатыр ма? Әлбетте, істеп жатыр. Әкімшіліктен бар. Әлбетте. Молодец, Ильяс мырза. Мынандай жастардың бастауын міндетті түрде қолдауымыз керек. Бұлар деген бүкіл ауыл тұрғындарына деген қандай пайдалы істер істеп жатыр, е? Одан кейін мына стадионды бізге береміз дей ма, бірдеңе дейді. Дұрыс. Осыларға беру керек қой стадионды. Беріп қойғанбыз уже. Стадион берген былай тұрсын. Мынаның ішіне әдемілеп тұрып ремонт жасап беріңдер. Алаңға түгел ремонт жасап беріңдер. Ақша бар ғой. Бұл бәрін жасаймыз. Сосын құжаттарын да реттеп берсін. Дұрыстап қадағалап, е? Мен бір айдан кейін өтемін мына жерден. Құжаттарын әдемілеп тұрып жасап бер. Бол, жасаймыз барлығын. Тағы сұрақтар бар ма? Одан кейін біз енді футбол клубы болғаннан кейін жарыстарға барамыз ғой. Соған өзімізге бір жекеменшік автобус болса бір жақсы болар еді. Бизнесмендерің бар екен ғой өздерің ауылдарына. Қолдап жүрмейсіз бе? Бір автобус алып бермейсіз бе? Келешек үшін ғой бәрі. Мінекей, автобустарыңыз да бар. Тағы да? Сосын бір мобилограф, одан кейін бір массажист болса. Талғат Мұратович, болды. Осы көмегіңізге рахмет, келгеніңізге рахмет. Сендерге рахмет, үлкен жұмыс істеп жатсыңдар. Білесіңіз, ауылды бір аралап берейік. Әрине. Бірақ та бізде тамаша бір табиғат жерлер бар. Өткендегі анау дәріханаң не болды екен, қалай болды екен? Ереке. Әтеш, бұл ештеңе емес. Керемет жаңалық. Қандай? Біздің клубқа байланысты. Тағы да бір кісі маған. Мынандай кісі. Телефон соқты. Кім? Ассалаумағалейкум, Қайреке. Уалейкум-салям. Қалдарыңыз қалай, жігіттер? Ассалаумағалейкум. Поздравляю с победой. Только что смотрел нарезки твои. Рахмет. Хорошая игра была. 4-0 қылып жеңетін едік, просто ана судья продажный сатылып кетті. Ничего, в футболе это бывает, ничего страшного. У тебя какие планы на будущее? Білмеймін. Қазір бар. Бір жерден шашлық жеп, ары қарай қаланы аралап қайтсақ па деп тұрмыз. Ну а если глобально так смотреть, у тебя что, есть какое-то желание работать дальше? У нас сейчас как раз идет набор молодых тренеров. Дали бы хорошую зарплату, один возраст отдельный. Ол ойланып көру керек. Қалай болды екен бұл? Ну, ты же сам играл же в Кайрате. Иә. Ну, давай приходи, будем работать вместе. Жоқ, Қайреке, мен қуана келетін едім да, бірақ ауылдағы команданы кімге тастап кетем?
мен кеткеннен кейін оларға кім қарайды? Сондықтан ренжімеңіз, мен бара алмаймын. Молодец он с характером, да? Вот такие нам и нужны. Вот такие будут развивать футбол. Хорошо, раз вы не хотите, мы тогда к вам приедем. Зачем? Қайреке, стадионға тиіспей ақ қойыңызшы, өзіміз әрең алдық. Жастарға керек. Ербулат, ты не понял, мы тебя сделаем директором академии, а его главным тренером атлета. Келістік. Келістік. Хорошую работу делаете. Ауылдың балаларына көмек жасап, конечно, чуть не хватает инфраструктуры, но я думаю, вместе мы все сделаем. Поэтому поздравляю вас. Жақсы келсек, увидимся на футбольных полях. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Ой, мен саған айттым ғой. Кешіріңіз. Өткізсем мұны түсініп тұрсыз ғой. Дайындал онда. Қайдадан тігеміз. Яқсысы қалайсың? Айырып кетті ғой, родной. Тыңдаршы, жігіттер. Қалайсың? Жақсы. Ауыр жатқан жоқ па? Жоқ, қалай болмайды. Жақсы. Ты просто лучше. Рахмет. Енді? Свиданиеға қашан барамыз? Свидание. Барамыз, а? Иә. Сен мен бүкіл шарттарымды орындадың. Гол салдым. Тыныш, ауыр жатқан адам мазасын алмасаңдар шулай. Басын ауыр жатқан жоқ па? Қалайсың өзің? Горка! 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 Что там? Понимаете? Не сидит телефоном. Менің түсінгенім, өмірің жақсы болу үшін көп нәрсе керек емес екен. Ең бастысы ешкімді алдамау керек. Біреудің ақшасына, еңбегіне көз салмау керек. Оңай жол іздеп біреуді айналып өтпей, бәрін таза еңбекпен бастау керек. Арақ, шарап, ставка сияқты нәрселерден аулақ болу керек. Сол кезде өмірде қарсы шықпайды. Жолыңда дұрыс адамдар кездеседі. Сен қандай болсаң, айналаң да сондай болады. Бұл бәріне қатысты. Бұл шындық, бұл өмір.